Қайырлы кеш, кішкентай досым. Қазір біз қазақтың батырлар жырынан Алпамыс батыр туралы тыныш ертегі тыңдаймыз. Жайлы жатып көздеріңді жұмсаң болады. Ендеше бастайық. Ертеде кең далада қалың ел қоныстанған бір өлкеде Байбөрі деген бай, ақылды адам өмір сүріпті. Оның жары аналық ана еді. Екеуінің де малы көп, дастарханы мол, ауыл ішінде сыйлы кісі болған. Бірақ олардың жүрегінде бір мұң бар екен. Олар көп жылдан бері бала сүйе алмай жүріпті. Байбөрі кешкісін үйдің сыртына шығып, аспандағы жұлдыздарға қарап ұзақ ойға бататын. Аналық ана да әр таңда босағаға қарап, бір кішкентай баланың күлкісін елестетіп күрсінетін. Бір күні Байбөрі жұбайына жай ғана тіл қатыпты. Бізде байлық бар, бірақ шын қуаныш баланың күлкісі ғой. Аналық ана үнсіз басын изепті. Сол күннен бастап екеуі де жаратқаннан бала тілеп көп дұға жасапты. Бір күні олар ел ішіндегі үлкен кісілерден ақыл сұрайды. Үлкендер оларға сабыр сақтауды, жақсылық жасауды айтады. Байбөрі мұны тыңдап, ауылда кедей-кепшікке көмектесіп, жоқ-жітікке қол ұшын беріп жүріпті. Аналық ана да үйіндегі барын бөлісіп, қонаққа жылы сөзін аямайтын болыпты. Күндер өте береді. Бір кеште аналық ана түс көреді. Түсінде көктен бір нұр түсіп, үй ішін жарық қылып жіберіпті. Сол нұрдың ішінде бесіктің үні естілгендей болыпты. Аналық ана оянып кетіп, жүрегі ерекше жылып тұрғанын сезеді. Ол бұл түсті жақсылыққа жорып Байбөріге айтады. Байбөрі де қуанып, бұл бізге берілетін сүйінші хабар шығар дейді. Арада көп өтпей аналық ананың бойына бала біткенін естіп, ауыл қуанып кетеді. Байбөрі Аллаға шүкір айтып, елге ас береді. Ауыл адамдары да батасын беріп, аналық ананың амандығын тілейді. Күндер өтеді. Аналық ана баланы аман есен дүниеге әкеледі. Бала ерекше нұрлы, дені сау, жүзінен күш байқалғандай болыпты. Байбөрі қуаныштан көзіне жас алып, бұл баланың аты Алпамыс болсын депті. Ел ішіндегі ақсақалдар да батасын беріп, бұл бала ер жүрек, әділ, ел қорғайтын азамат болсын деп тілейді. Алпамыс күннен күнге өсіп, бала болса да зерек болыпты. Ол ерте жүріп, ерте сөйлеп, әр нәрсені тез ұғып алатын екен. Анасы аналық оны мейіріммен өсіріп, ертегі айтып, жақсы сөзге баулиды. Әкесі Байбөрі болса, оған еңбекқор болуды, үлкенді сыйлауды үйретеді. Алпамыс ауыл балаларының ішінде де ерекше көзге түсіпті. Ол әлсіздерді қорғап, әділдікті жақсы көріп, ешкімге жамандық жасамайтын болған. Ел ішінде де бір сөз тарайды. Байбөрінің баласы ерекше бала, болашақта батыр болады дейді. Кешкісін дала тынышталған кезде Алпамыс көкжиекке қарап, кең даланың үнін тыңдап отырады. Оның жүрегінде үлкен арман пайда болыпты. Ол ер жетіп, еліне қорған болғысы келеді. Осылайша Алпамыс батырдың балалық шағы мейіріммен, батамен, үмітпен өтіпті. Алпамыс күннен күнге өсіп, бойы биіктеп, жүрегі кеңейіп келе жатыпты. Ауыл адамдары оны көрген сайын таңырқап, мына баланың болмысы бөлек екен дейтін болған. Ол әлі жас болса да, үлкендерді сыйлап, кішілерге қамқор болыпты. Таң атса, алдымен анасына көмектесіп, үйдің жанындағы ұсақ шаруаларды істейді. Кейін әкесімен бірге далаға шығып, малдың жайын көріп, еңбекке үйренеді. Байбөрі баласына үнемі бір сөз айтатын. Батыр болу тек күш емес. Батыр болу ең алдымен ақыл мен сабыр дейді. Алпамыс бұл сөзді көңіліне сақтап өседі. Бір күні ауыл сыртында балалар жиналып, әртүрлі ойын ойнап жүреді. Сол кезде бір үлкенірек бала әлсіздеу бір баланы итеріп жіберіп, оның қолындағы нанын тартып алады. Әлгі бала үндемей төмен қарап қалады. Оны көрген Алпамыс тыныш қана жақындап келеді де, нанды орнына қайтар дейді. Үлкенірек бала күліп, сен кімсің, маған бұйырасың ба дейді. Алпамыс ашуланбай, бірақ байыппен жауап береді. Әлсізден тартып алған нәрсе саған абырой әпермейді. Наныңды қайтар дейді. Оның даусы қатты емес, бірақ сенімді болған. Үлкенірек бала бір сәт ойланып, ұялып қалғандай болып, нанды қайтарып береді.
Сол күннен бастап ауыл балалары Алпамысты сыйлап, оның әділдігін жақсы көретін болыпты. Күндер өте келе Алпамыстың күші де арта береді. Ол ауыр тасты көтеріп көріп, жылқыны жайлап ұстауды үйреніп, садақты қалай тарту керегін көріп өседі. Бірақ ол ешқашан мақтанбайтын. Әкесі оған әрдайым күшің бар деп асыра сілтеме, ең бастысы жүрек таза болсын дейтін. Алпамыс осы сөзге құлақ асып, сабыр сақтауды үйренеді. Бір күні ауылға алыстан бір қонақ келіп, Байбөрінің үйіне түседі. Қонақ жасы үлкен, сөзі байсалды адам екен. Ол Алпамысты көріп, ерекше ықыласпен қарайды да, сенің көзіңде намыс бар, жүрегіңде мейірім бар екен дейді. Сосын ол ауыл балаларына ақыл айтып, ерлік туралы әңгімелер айтады. Ол батырлықты тек шайқас деп түсінбеу керек екенін түсіндіреді. Батырлық деген өз еліңді, өз жақыныңды қорғау. Батырлық деген әділ болу. Батырлық деген берген уәдеңде тұру дейді. Алпамыс бұл сөздерді тыңдап, іштей қуанып, өзіне үлкен мақсат қойғандай болады. Сол кеште ол далаға шығып, самал желге құлақ түріп тұрады. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұреді. Алпамыс іштей, мен де ер жетемін. Еліме пайда тигіземін. Әке-шешемді ренжітпеймін. Халқыма қорған боламын деп ойлайды. Осылайша Алпамыс тек күш жинап қана қоймай, жүрегіне жауапкершілік жинап өсіпті. Алпамыс ер жетіп, бойы ұзарып, ақылы толысып, ауыл ішіндегі ең сенімді жігіттердің біріне айналыпты. Ол таң атса еңбек етіп, кешке дейін елдің шаруасына көмектесіп жүреді екен. Байбөрі мен аналық ана ұлдарының өскенін көріп қуанып, бірақ іштерінде бір уайым да бар еді. Өйткені ержеткен бала бір күні үлкен жолға шығады. Күндердің бір күнінде ауылға алыстан жолаушылар келіпті. Олар ел аралап жүрген, көп жер көрген адамдар екен. Сол жолаушылар әңгіме арасында көрші жақтағы елде тыныштық бұзылып, әлсіздерге қиын болып жатқанын айтыпты. Кейбір адамдар жолда жүргіншілердің алдын кесіп, малын тартып алып, елдің берекесін қашырып жүрген көрінеді. Мұны естіген ауыл адамдары бірден қорқып кетпесе де, көңілдері алаң болып қалады. Алпамыс осы сөздерді тыныш тыңдап, көп сөйлемей ойланыпты. Сол түні ол далаға шығып, көкжиекке ұзақ қарап тұрады. Самал жел баяу соғып, аспанда ай жарқырап тұрады. Алпамыс іштей, егер ел ішінде қиындық болса, үнсіз отыру дұрыс емес. Біреу көмектесуі керек. Егер мен бүгін жүрмесем, ертең кеш болуы мүмкін деп ойлайды. Таңертең ол әке-шешесінің алдына келіп ойын айтады. Байбөрі баласына қарап, жолға шығу оңай емес екенін түсіндіреді. Жолда әртүрлі адам кездеседі. Кейде жақсысы болады, кейде сынақ болады. Бірақ жүрегің таза болса, ниетің дұрыс болса, жолда ашылады дейді. Аналық ана да, ұлын қимаса да батасын береді. Ол баласының маңдайынан сипап, сабырлы бол, асықпа, әр сөзді тыңда, әр істі ойлап жаса дейді. Алпамыс ата-анасының батасын алып, жолға дайындала бастайды. Ол өзіне ыңғайлы киімін киіп, азық алып, жол дорбасын реттейді. Ең маңыздысы, ол жүрегіне бір сөзді бекітеді. Мен күш көрсету үшін емес, әділдік үшін барамын. Мен біреуге жамандық жасау үшін емес, біреуге көмектесу үшін барамын. Осы ой оған тыныштық береді. Алпамыс атқа мініп, ауылдан ұзап шығады. Ауыл артта қалып, алда кең дала созылып жатты. Жол бойы ол көп ойлайды. Кейде әлсіз жер бетіне тиіп, кейде құстардың даусы естіліп, кейде алыстан киіз үйлер көрінеді. Ол әр жерге тоқтап, адамдардан жол сұрап, жағдайларын біліп жүрді. Бір ауылға келгенде ол жол шетінде отырған қартты көреді. Қарттың жүзі шаршаңқы, қолында таяғы бар екен. Алпамыс қасына барып, не болды деп сұрайды. Қарт оған жолда біреулер керуенді тоқтатып, адамдарды қорқытып жүргенін айтады. Олар айқайлап заттарын алып кетіп, ешкімге тыныштық бермейді дейді. Алпамыс бұл сөзді естігенде ашуға берілмейді. Ол тек сабырмен қай жақта екенін сұрайды. Қарт жақын маңдағы сайды көрсетеді. Алпамыс солай қарай бет алады. Біраз жүрген соң ол шынымен де жолда тұрған бірнеше адамды көреді.
Олар сыртынан қатал көрінгенімен, өздері де тәртіпсіз, ұрысқақ жандар екен. Алпамыс оларға жақындап келіп, адамдарға зиян тигізбеулерін сұрайды. Ол қатты сөйлемейді, бірақ даусы анық шығады. Сендер елдің берекесін қашырмаңдар. Жолдың тыныштығын бұзбаңдар дейді. Әлгі адамдар мұны күтпеген еді. Олар бір сәт ойланып қалады. Кейбірі Алпамыстың сабырлы түрінен ақ оның бос адам емес екенін түсінеді. Сол кезде олардың үлкені сен кімсің деп сұрайды. Алпамыс мен әділдік іздеп жүрген жолаушымын дейді. Елге тыныштық керек, ал қорқытып алынған дүние береке әкелмейді дейді. Сол сөзден кейін әлгі адамдар бір-біріне қарап, өз істерінен ұялып қалғандай болады. Олар көп айқайламай жолдан шегініп кетеді. Алпамыс жеңіске мәз болып мақтанбайды. Ол жай ғана жолын жалғастырып кете береді. Жолда келе жатып ол өзіне бір нәрсені анық түсінеді. Көп жағдайда күштің өзі емес, дұрыс сөз, сабыр, сенімді жүріс адамға әсер етеді. Сол күннің кешінде ол бір төбенің үстіне шығып тоқтап демалады. Төменде дала тыныш, аспанда жұлдыздар көп еді. Алпамыс ата-анасының батасын есіне алып, тыныш қана ұйқыға дайындалады. Оның жүрегінде қорқыныш емес, сенім бар еді. Өйткені ол өз жолын жақсылықпен бастаған болатын. Алпамыс жолын жалғастырып, алысқа ұзап кетіпті. Күндер өтіп, ол талай ауылды көріп, талай адаммен сөйлесіп, елдің жағдайын біліп жүрген екен. Кей ауылда тыныштық бар, ал кей жерде адамдардың көңілі алаң болатын. Бір күні Алпамыс үлкен бір жол торабынан өтіп бара жатып, керуеншілерге кезіген. Керуеншілер жүгі ауыр, жүздері шашаң екен. Алпамыс тоқтап, олардың халін сұрайды. Олар соңғы күндері жолдың қиындап кеткенін, кей жерлерде адамдарға тыныштық бермей жүрген қатал топтар бар екенін айтады. Керуеннің затын тартып алып, әлсіздерді қорқытып, халықтың берекесін қашырып жүрген көрінеді. Алпамыс мұны естігенде асықпай ойланып қалады. Ол қорыққан жоқ, бірақ әр істі ақылмен шешу керек екенін біледі. Сол себепті ол керуеншілерге тыныш болуын айтып, алдымен жағдайды анықтап көремін дейді. Ол алға қарай жалғыз жүрмей, керуеншілермен бірге жүріп отырады. Кеш түскенде олар жолдың шетіне тоқтап демалады. Аспанда ай жарқырап, далада самал желеседі. Алпамыс сол түні ұйықтар алдында ойға қалады. Егер адамдарға қиындық жасалып жатса, оны тоқтатуға болады. Бірақ ашумен емес, сабырмен әрекет ету керек. Таңертең жолға шыққанда олар бір тар сайға жетеді. Сайдың екі жағы биік, жолы да тар екен. Керуеншілер осы жерді ең қиын жер деп айтып еді. Расында да көп ұзамай сайдың ішінен бірнеше адам шыға келеді. Олар керуеннің жолын кесіп тоқтауды талап етеді. Керуеншілер қорқып, үнсіз қалады. Алпамыс аттан түсіп, оларға жақындайды. Ол қатты сөйлемейді, бірақ даусы анық әрі сенімді шығады. Бұл керуен бейбіт адамдардікі. Неге жолын бөгейсіңдер деп сұрайды. Әлгі топтың басшысы өздерін күшті санап, бұл жол біздікі, кім өтсе де бізге төлейді дейді. Алпамыс бір сәт үнсіз тұрып, олардың жүзін байқайды. Ол олардың ашулы емес, көбіне тәртіпсіз екенін, бірінің сөзі біріне сай келмейтінін аңғарады. Алпамыс басшысына сабырмен бір ұсыныс айтады. Егер сендер өздеріңді мықты санасаңдар, онда күшпен емес, әділдікпен дәлелдеңдер. Осы керуенге тиіспеңдер. Халыққа тыныштық беріңдер. Сонда жұрт сендерді құрметтейді дейді. Басшысы мұны тыңдап тұрып күлгендей болады. Бірақ Алпамыстың көзіндегі нық сенім оған әсер етеді. Сол кезде Алпамыс олардың ешқайсысына айқайламай, бірақ бір қадамда артқа шегінбей тұрады. Ол керуеннің алдыңғы жағына барып, жолды ашады. Әлгі адамдар бір сәт абдырап, не істерін білмей қалады. Олар Алпамыстың батылдығын көріп, өздерін де әлсіз сезінеді. Керуеншілер де Алпамыстың сабырын көріп, бойлары тіктеледі. Ақырында әлгі топ керуенге тиіспей, жолдан шегініп кетеді. Керуеншілер Алпамысқа рахмет айтып, оның алдында батасын береді. Олар сен болмасаң бізге қиын болатын еді дейді.
Алпамыс еш мақтанбай, бәрі жақсы болсын дейді де, жолын жалғастыра береді. Сол күннен кейін оның аты ел арасына тарай бастайды. Әділ, сабырлы, қорықпайтын жігіт жүр дейді жұрт. Бірнеше күн өткен соң Алпамыс өз ауылына қарай бет алады. Жол ұзақ болса да, жүрегі жылы еді. Бұл ауылына жақындағанда алыстан таныс даланы, таныс қонысты көреді. Бай бөрі мен аналық ана да алыстан баласын байқап, қуанып қарсы алады. Аналық ана баласын құшақтап, аман келдің бе деп көз жасын тыя алмайды. Бай бөрі де ұлын көріп, сабырмен ғана, батыр болыпсың, бірақ ең жақсысы жүрегің таза болыпты дейді. Алпамыс ата-анасының батасын алып, үйіне кіріп, тыныштықты сезеді. Ол жолда көргендерін ойлап, бір нәрсені анық түсінеді. Елдің тыныштығы тек күшпен емес, әділ сөзбен, сабырмен сақталады. Ал осыны түсінген адам нағыз батыр болады. Алпамыс ауылына оралған соң күндер тыныш әрі жайлы өтіпті. Ауыл адамдары оның аман келгеніне қуанып, үй-үйден сүйінші сұрап, жылы сөздерін айтып жүріпті. Бай бөрі мен аналық ана да баласының есейіп, ақылды болып оралғанына шүкіршілік етіп, елге дастархан жайып, қуаныш жасағысы келеді. Бір күні ауылдың үлкендері жиналып, Алпамысты ортаға шақырып, сен жол көрдің, ел араладың, адамдардың жағдайын білдің, енді ауылымызға да ақылыңды айтып отыр деп өтініпті. Алпамыс асықпай сөйлеп, қатты дауыстамай, әр адамның тыныш өмір сүруі үшін бірлік керек екенін айтады. Бірігіп еңбек етсе, бір-біріне көмектессе, ауылдың берекесі артады дейді. Үлкендер бұл сөзді ұнатып батасын береді. Содан кейін ауылда бұрынғыдан да татулық көбейеді. Қиындыққа тап болған адамға көмектесу әдетке айналады. Жолаушы келсе, үйге кіргізіп, шай беріп, жолын сұрап шығарып салатын болыпты. Алпамыс та ата-анасына көмектесіп, ауылдың шаруасына араласып жүреді. Ол бұрынғыдай тыныш мінезін сақтап, ешкіммен ұрыспай, әр істі байыппен атқарады. Кейде кешкісін далаға шығып, самал жерге құлақ түріп, алыстағы жұлдыздарға қарап тұрады. Ол жолға шыққан күндерін есіне алып, өзіне бір нәрсені анық айтады. Егер адам жүрегін таза ұстаса, өз елін, өз жақынын ойласа, онда ол қай жерде жүрсе де дұрыс жол табады. Бір күні алыстан тағы бір хабар келеді. Жолдағы керуендер бұрынғыдай қорықпай жүре бастапты. Әлгі қатал топтар азайып, халықтың тыныштығы артыпты. Мұны естіген ауыл адамдары тағы да қуанып, Алпамыстың жасаған жақсылығын еске алып, ризашылықтарын білдіреді. Аналық ана ұлына қарап, балам, сен күшіңмен ғана емес, ақылыңмен де елге тыныштық әкелдің дейді. Бай бөрі де ұлын мақтамай, бірақ көңілі толып, ең бастысы сабыр сақтадың, әділ болдың, осы мінезіңді жоғалтпа дейді. Алпамыс ата-анасының сөзін тыңдап, басын изейді. Ол өзіне ешқандай даңқ сұрамайды. Тек елінің аман болғанын, ауылдың тыныш болғанын қалайды. Сөйтіп Алпамыс батыр ел ішінде сыйлы болып, халыққа қорған болыпты. Ал ауылдың түндері бұрынғыдан да тыныш болып, үйлердің шамы, бәсең жанып, адамдар бейбіт ұйқыға кететін болған екен. Бұл жырдың айтары, батырлық тек күш емес, батырлық сабыр мен ақыл, ал ең үлкен жеңіс елге тыныштық әкелу екенін еске салады. Міне балалар, бүгінгі ертегіміз аяқталды. Енді тыныш демалып, тәтті ұйқыға кетейік. Келесі ертегілерді плейлисттен тыңдаңыздар. Қайырлы түн.